Айгерім, сәлеметсіз ба? Саламатсыздар. Қалыңыз қалай? Жақсы, рахмет. Келдіңіз көк диванға. Қош көрдік, көп рахмет. Бағана біраз кісілер осында Айгерім шығарыңыз деп сұрап жатыр еді. Ал енді Айгерім шықты, сұрақтарыңызды жаудыра беріңіздер. Нұрбол ағаның мәселесіне байланысты не айтасыз? Басынан өткен оқиғасына байланысты жалпы әйелді шырылдап айтып жатыр ғой жаңа. Кезінде көрмегенді көргем деп. Енді кейбір кезде әйел адамның өміріне сондай жағдайлар болады, тіпті балалар үшін де тұра алмайтын кездер. Оған енді мәжбүрлікпен тұрғыздыра алмайды ғой әйелін. Шыдау мүмкін емес болып кете ме сонда? Иә, балалар үшін де төзе алмайтын кездер болады. Соған енді көну керек Нұрбол аға. Мәжбүрлеп ешкімді тұрдыра алмайды. Бірақ білмеймін енді, мен кешіре алмаймын деп бірнеше рет мөлдір айтып жатыр. Кешіру керек, бірге тұрмаса да мен кешірдім деп айту керек, өзіне оңай болу үшін. Ол біреуге ренішпен өмір сүру қиын ғой. Ол біреуді кешірген кезде үлкен жүктен арылғандай болады адамшы. Алланың өзі біздің сонша күнәмізді кешіріп жатқан кезде біз пенде болып, кешірмейтінде біз кімбіз соншалықты? Иә, және де бұл жерде әйелі туралы айтқан артық сөздерін мен қосылам жаңа Абай ағаның пікіріне өте артық болды. Себебі ер адам бір күн тұрса да әйелімен ол туралы жаман айтуға, оның үстіне балаларының анасы туралы сондай масқара сөздер айтуға негізі дұрыс емес, айтуы дұрыс емес. Ер адам өзінің таңдауын сыйлау керек. Себебі өткен шақ болсын, ол кісіні таңдап отау құрды. Өзінің таңдауын сыйлау керек ер адам. Енді бірақ балаларын әкесімен араластырып тұруға қалай қарайсыз? Мен араластырып тұру керек деп ойлаймын бәрібір де. Ол жалпы мынаны белгілеп алу керек та. Ерлі-зайыптылар ажырасқаннан кейін балалар үшін бәрібір де олар бірге қарым-қатынастар үзілмейді. Соны түсіну керек та. Бірақ балалар үшін араласқан кезде олар өздерінің баяғы бітіп кеткен, өмір таусылмайтын жырларын қозғамау керек. Тек балалар үшін ғана араласу керек. Балалардың жағдайын жасау үшін, балалардың мысалы киімін алып беру үшін, тамағын алып беру үшін бірге тәрбиелеуге екі ата-ана да атсалысу керек. Бірақ бір-бірінің бостандығы бір-бірінің жеке өміріне қол сұғушылық болмау керек. Соның бәрін жасау керек, бірақ соның бәріне бас қатырмау үшін ажыраспау керек қой, иә? Дұрыс айтасыз. Сол ажырасып кетпеудің барлық амалын жасау керек қой басында. Айгерім, сөйлегеніңіз, пікірлеріңіз терең дейді, маған ұнайды. Айгерім, проблемаларың тез шешіліп, бақытты бол, соған лайықсың дейді. Ал мен көп рахмет көрермендер. Маған тілеген тілектеріңіз өздеріңізге еселеп қайтсын. Ғашықпын осы жанға, күйеу бақытты жанға дейді. Шіркін-ай, осындай жанмен бірге болған дейді. Өзім күйеуіме өзім де кейде қызғанып қоямын. Неге? Это же надо с женой так повезло деп ойлаймын. Айгерім өте дұрыс айтты, ұстаз екені көрініп-ақ тұр дейді. Не болып жатыр дейді. Ойбай, мына қызық болып жатыр. Малина, Айгерім өте сабырлы, ақылды әйел, мәселелер тез шешілсе екен, риза дейді. Сәлеметсіз бе Айгерім ханым, жағдайыңыз жақсы ма? Айгерім оқымысты әйел дейді. Айгерім күніне қанша кітап оқиды дейді. Жоқ, күніне қанша кітап деген артық болатын шығар. Күніне 20, 30, 40 бет оқуға тырысам. Соңғы оқыған кітабыңыз дейді. Соңғы оқыған кітабым Стив Харвидің Оқымаған сияқтысыз ғой сіз? Жоқ, тақырыбы есіме түсе алмай тұрды. Кітаптың атауы ма? Еркек пен әйелдің ара қатынасы туралы ұят болды ғой мынау. Жарайды. Қиналмаңыз, ертең. Поступай как женщина, думай как мужчина. Орысшасын айта берсеңізші. Жоқ, соның орысшасын да есіме түсіре алмай тұрмын, кенеттен болған. Айгерім әдемі ақылды әйел, бақытты бол. Байы қызғанбай дейді, шашын сап-сары қып, жалбыратып жүргенге. Қызғанады. Бірақ ол әдемілікті жақсы көретін адам, менің сүйікті адамым. Және де менің әдем болып жүргенімді ол қалайды. Қайдағы кітап дейді. Айгерім саған жазып отыр. Қайдағы кітап дейді.
үйде жеке кітапханам бар, мен сіздерге ертең фото отчет көрсетейін, ондай болса. Әйгерім өте сауатты келіншек, парасатты, керемет жан дейді. Болды, осымен тоқтатайық, уақыт Рахмет. аяқталыпты. Рахмет. Простуда, грипп, ангина. Куда там? Суспей.